Сәлем қыздар, сіздермен бірге бота. Біз бүгін сіздермен бірге борщ тағамын жасауды үйренетін боламыз. Бұл тағамды әркім әртүрлі тәсілмен жасайды. Біреулер қайнатып, тұздығын бөлек қуырып жасаса, мен өз тәсіліммен сіздермен бөліскім келеді. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қыздар, бізге ең бірінші ет қажет болады. Етті кез келген пішінде турасаңыздар болады. Мен кішкене ірілеу қылып турадым. Келесіде пияз қажет болады. Пиязымыз көп болса, тамағымыз өте дәмді болып шығады. Сәбізді мен қырғыштан өткіздім. Егер қырғышыңыз болмайтын болса, турауға да болады. Картоп 2 дана алдым. 2 данасын қалағаныңызша үлкен немесе майдалау етіп турасаңыздар бола береді. 40 қабат, яғни капустаны осы видеодағыдай етіп 4-ке бөлдім. 4-ке бөліп, әрбір кусогын майда ұзынша көлемде турадым. Егер 4 бұрыш етіп ірі қып турайым десеңіздер, олай да турауға болады. Қазанымызды отқа қойып, оған 150 грамм сұйық майымызды құямыз. Қызған майымызға етімізді салып, суы тартылғанша қуырамыз. Етіміз қуырылып, суы тартылып болғаннан кейін пиязымызды және сәбізімізді бірге салып, араластырып, тағы да 4-5 минут бойы қуырамыз. Қыздар, менің етім тұздалған, сол үшін қуырып жатқан кезде тұз сепкен жоқпын. Егер етіңіз тұздалмаған ет болса, қуырып жатқан кезде міндетті түрде тұз себуді ұмытпаңыздар. Сәбізіміз сарғая бастаған кезде томат пастасын салып, араластырып, 2-3 минут бойы қуырамыз. Қуырылып болғаннан кейін үстіне міндетті түрде 2,5 литр шамасында қайнаған суды құйып, өте төмен баяу отта 40-50 минут бойы қайнататын боламыз. 40 минуттай қайнаған сорпамызға етіміз жұмсарғаннан кейін картошкамызды саламыз. Мен 2 түйір картошканы салдым, және де лавр жапырағын 2 немесе 3 талын салуды ұмытпаңыздар. Ары қарай картошкамыз піскенше тағы да 10 минуттай қайнайды. Сорпамыздың картошкалары піскеннен кейін 40 қабатымызды, капустамызды салып, қайнап шыққанша күтетін боламыз. Қайнап шыққаннан кейін астындағы отын баяулатып, 10-15 минут бойы қайнағанын күтеміз. Қыздар, менде үйде піскен қызылша болған, сол піскен қызылшаны салатын боламын. Одан бұрын сорпамыздың тұзын міндетті түрде тексеріп, егер тұзы аз болса, тұз қосыңыздар. Ал қызылшаңыз піспеген болса, қырғыштың ең майда қырғышынан өткізіп, сол күйі қосуларыңызға болады. Қызылшамызды салғаннан кейін тағы да 5-6 минут бойы қайнатып, газымызды сөндіреміз. Қыздар, біздің қып-қызыл борщымыз дайын болды. Бөлек-бөлек ыдысқа қуырып алудың да, бөлек-бөлек қайнатып алудың да қажеті жоқ. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Диетада жүрген қыздар үшін де өте пайдалы. Түскі асқа да, кешкі асқа да жасап ішсеңіздер болады. Егер рецепт видео ұнаған болса, лайк басып комментария жазуды және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған бота.